балалар, бізде көптеген қонақтар келді. Бүгінгі біздің ашық сабағымызды бастаймыз. Ұлан, кеудемізді тік көтеріп, қолымызды партаның үстіне қойып, балалар, оқушылар қалай отырамыз, әдемі болып отыра қаламыз. Ал балалар сабақты бастамас бұрын орнымызда бір тұрып, психологиялық ахуал жасап жүрейік. Балалар, ал балалар сабағымызды ары қарай өткен сабақты өткен біз саяхат деген үлкен бөлімді аяқтадық. Сол бөлімнен сендерге сұрақтар қойып жіберейін. Бәріміз назарымыз тақтада болсын. Балалар қараймыз. Ұланбай Тоғыш қай жерде өмір сүрген? Қай жерде? Кім не жібереді екен? София? Қайда балалар жұмыс қалсын? Алтай таударында тағы жерде балалар айлы жалғастырып жүрші. Қара теңіз жағасында Алтай тауларында өмір сүрген екен. Балалар сақ патшайымы кім болды? Томирис, жарайсың тамаша. Сол Томирис қанша жасында қалды? 5 жасында отырып үйреніп, таң не үйренді ол? Садақ ату. Жарайсыңдар балалар. Және де балалар ежелгі мәдениет алтын адам жайлы танысатын боласыңдар. Ал балалар енді үй тапсырмасына, қайталау сұрақтарына өте белсене жауап берген оқушыларға мен жай ғана смайликпенен бағалап өтейін, балалар. Сендердің жаңағы белсене сабақ қатысқандарына. Айлен, жарайсың, сабаққа өте жақсы қатысты бізде. Мына жерде Амина жақсы қатысты, София қатысты, жарайсың. Алихан. Бүгінгі балалар біздің тақырыбымыз сөйле не болды? Тәуелсіз Қазақстан. Жаңа сабағымыздың тақырыбы балалар. Тәуелсіз Қазақстан. Мен сұрақ қойғанда ғана жауап береміз. Данияр қолы қойып, әп-әдемі болып отыра қаламыз. Ал балалар, бүгінгі біздің тақырыбымыз тәуелсіз Қазақстан екен. Келесі балалар, бүгінгі сабақта сендер осы тәуелсіз Қазақстан туралы білетін боласыңдар. Мемлекеттік белгілерді, рәміздерді ажыратып үйренетін боласыңдар бүгінгі сабағымызда. Ал енді балалар, жаңа сабағымызда сендерге түсіндіріп өтейін. Қазақстан Республикасы балалар қол қоямыз. 1991 жылы 16 желтоқсанда тәуелсіз мемлекет деп өзін жариялады. Тәуелсіз елдің өзінің шекарасы болады балалар, өзінің рәміздері, ата заңы, өзінің ұлттық валютасы болады екен балалар. Мына жерде балалар қараңдар. 1992 жылы 4 маусымда тәуелсіз Қазақстанның рәміздері ту, елтаңба, әнұран. Міне балаларды ту, елтаңба, әнұран қабылдаған екен. Одан кейін балалар біздің мемлекеттік шекарамыз әрбір тәуелсіз елдің. Мынау бізде ата заңымыз, кітаптар, сосын біздің ұлттық рәміздеріміз, өзіміздің балалар. Енді мынау бізде ата заң және бәйтерек балалар. Бәйтерек 1995 жылы балалар 1995 жылы 30 тамызда біздің өзіміздің ұлттық ата заңымызды қабылдады. Ол жерде Қазақстан азаматтарының құқықтары, міндеттері жазылған екен. Келесі балаларға кішкене отырады. Не болды? Ал мынау бізде балалар Астанадағы көрікті жерлеріміз Бәйтерек екен.
валютамыз теңгені Қазақстан өзі мемлекеттік теңгені шығармайды екен. Ал біздің қазіргі бұрынғы президентіміз кім балалар? Бұрынғы біздің президентіміз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев. Қазіргі президентіміз кім? Қасым-Жомарт Тоқаев. Ал Рахман Айтамышев кім біздің қазіргі президентіміз? Қасым-Жомарт Тоқаев. Кім қандай сұрақ қойды? Мен айтшы сен, Алихан қандай сұрақ қойды? Мынандай қолымызда. Бізде қонақтар отыр. Қалай отырамыз балдар? Әдемі қолды қойып. Алихан. Айлин. Дұрыс па? Дұрыс. Келесі. Біздің ұлттық валютамыз Ақназар. Теңге. Ұлттық және өзіміздің ел басшымыз бар ма? Аташамыз бар. Біздің елімізде қандай қазір? Тыныштық, жақсы өмірде өмір сүріп жатырмыз ғой балалар? Біз тәуелсіз Қазақстан тақырыбына кластер құрып жібердік. Енді балалар осы түсінгенімізді жаңа жұмыс жасап, біз келген қонақтарға қалай өтетінімізді көрсетейік балалар. Өздері той елтаңбай киімін қабылданды. Айлин, диалог өкіш, мына жерде. Мемлекетіміздің негізгі ата заңы қабылданды. Ата заңда Қазақстан азаматтарының құқықтары мен міндеттері жазылған. Тамаша. Айлин, оқи қой. Болды. Тамаша. Аяғы оқи қой. Дауысы шығарады. Дәптерде балалар. Мына жерде дәптерде тапсырмалар бар бізге. Қараңдар. Мен түсіндірушіде қалай жұмыс жасайтынымыз балалар. Маған мұқият қараңдар. Мына жерде бірінші Қазақстан Республикасының рәміздеріне не жатады деген жерге рәміздерге не жатады деді бізде балалар? Соны жазамыз. Оның астында мына жерде қараңдар балалар. Берілген даталарда сол оқиғаларға қатысты суреттермен бағыттаушы сызықтармен арқылы қосылды. Сәйкестендіреміз балалар мына жердегі. Біздің жаңа ата заңымыз қай жылы қабылданды, кітаптарды кішкене қинасаңдар, ұлттық теңгеміз және ақ ордамыз мына жерде. Алихан отыра ғой. Ручка жоқ. Мемлекетіне бөлек-бөлек құрет пұлдың елері. Соны жинаймыз пұлды. Бұл бірінші ноқтық, екінші